Сәлеметсіңдер ме балалар? Сәлеметсіздер. Сәлеметсіздер достар. Ертөстік балабақшасы қоршаған орта толы. Өздеріңді таныстыра кетіңдер. Мен Әжеме, менің атым Айша. Жақсы балалар. Біз бүгін балалар не істейміз? Зертханамызда тұзбен қызықты тәжірибе жасаймыз, иә Айша? Балалар, тәжірибе жасамас бұрын тұз жайлы қызықты деректерге шолу жасап алайық, иә? Қалай ойлайсыздар Айзере, Айша? Адам тұзсыз өмір сүре ала ма? Жоқ. Дұрыс айтасың. Тұзсыз өмірді елестету мүмкін емес, иә? Тұзсыз өмір сүре алмаймыз. Алайда балалар, тұзды өте пайдалануға болмайды екен. Адам күніне 6 грамм тұз пайдалану керек екен. Балалар, біз тұзды не үшін қолданамыз? Тамаққа қосу үшін, тамаққа қосу үшін. Дұрыс айтасыңдар балалар. Тамаққа қосып, тамақтың дәмін кетіру үшін пайдаланамыз, иә? Балалар, енді біз зертханамызда тұзбен тәжірибе жасамас бұрын ең әуелі сақтық шарасын сақтауымыз керек, иә? Ол үшін не істеуіміз керек? Бізде көзімізге шығаруға болмайды. Дұрыс. Тұзды көзімізге тигізуге болмайды. Дұрыс айтасың Айша. Денемізге жарамызға тұз тиюі керек пе, тиюі керек пе? Тигізбеуі керек екен жараға. Жақсы балалар, дұрыс айтасыңдар. Сендер сақтық шараларын өте жақсы біледі екенсіңдер. Бұндай болса тәжірибемізді бастайық, иә? Балалар, тұздың түсі қандай тұзға? Түсі қандай тұздың? Дұрыс айтасыңдар. Аяқтар, иә? Жақсы. Бұндай болса, ұлғайып ұқсайды екен тұзды қараңдаршы. Неге ұқсайды екен? Ұлғайып ұқсайды екен, балалар. Тұзымыз неге ұқсайды екен, балалар? Айша, неге ұқсайды тұз? Неге ұқсайды екен? Қантқа. Дұрыс, қантқа ұқсайды екен. Тағы неге ұқсайды екен? Айзере, қалай ойлайсың? Ұнға. Дұрыс айтасыңдар балалар. Ұнға ұқсайды екен. Ал енді тұзымыздың қатты немесе жұмсақ екенін көрейікші балалар. Ол үшін қасықтарыңды алып, тұз езген екен, езіп көрейікші қане. Тұзымыз қандай екен балалар? Қатты екен. Дұрыс айтасыңдар. Тұзымыз тез езілмейді екен, иә? Тұзымыз қатты екен. Енді балалар, келесі тәжірибеміз алдарында 2 стақанда су құйылған, иә? Жасыл белгідегі суымыз салқын су, қызыл белгідегі жылы су екен. Енді балалар, осы 2 стақандағы суымызға бір қасықтан тұз салып көрейік. Қайсысында тұзымыз жылдам ериді екен? Көре қойыңдар. Қызыл белгіде жылы суымызға саламыз. Жасыл белгіде суық суымызға саламыз. Енді араластырып көре қойыңдар. Айша, мынаны сала қой суық суыңа. Бұларға араластырамыз. Жақсылап екенді араластырамыз. Араластыр, Айша. Суығын да араластыр. Балалар, таңдашы, қайсысы жылдам ериді екен? Қандай суда? Жылы суда ма, салқын суда ма? Жылы суда. Жарайсың Айзере, дұрыс айтасың. Шынымен ме балалар? Жылы суда тұзымыз тез ериді екен, иә? Балалар, келесі тәжірибеміз біз жұмыртқамен жасап көрейік, иә? Кәне мына 2 стақандағы судың біреуіне Айзере тұз сала қой, екіншісіне жай су. Айша, Айзере сала қойыңдар. Сала. Мынаға. Біреуі жай су болады. Енді араластыра қойыңдар, жақсылап араластырамыз. Мынау қандай су бізде? Тұзды су, е? Тұз салып араластырып жатырмыз ғой. Тұзды су, мынау жай су. Жақсы, араластырдық, е? Араластырып болды, қасығымызды қойып. Енді екеуің 2 стақанға жұмыртқаны салып көріңдер. Біреуің тұзды суға сала қой, біреуің жай суға Айша, кәне сала қой. Не байқадық балалар? Жай суға салған жұмыртқамыз қайтты Айша? Дұрыс айтасыңдар, батып кетті. Ал тұзды суға салған жұмыртқамыз қайтты. Батқан жоқ. Айналып жүр, иә? Тұзды суда жұмыртқамыз қайтеді екен. Батпайды екен, иә? Жақсы, сендерге тәжірибе ұнады ма балалар? Иә. Бүгінгі тәжірибеміз ұнады ма? Иә. Бүгін біз немен тәжірибе жасадық? Тұзбен. Дұрыс айтасыңдар, тұзбен тәжірибе жасадық, иә? Тұздың түсі қандай екен? Бірақ екен, тұз қатты ма екен, жұмсақ па екен? Қатты. Ол қандай суда тез ериді екен? Салқын суда ма, жылы суда ма? Жылы суда. Дұрыс айтасыңдар. Ал жұмыртқамен жасаған тәжірибемізде жұмыртқамыз тұзды суымызда қайтеді екен? Батпайды екен. Жақсы балалар. Осымен балалар, біздің бүгінгі тұзбен тәжірибеміз аяқталды. Зертханалық жұмысымыз аяқталды. Сау болыңыздар достар. Сау болыңыздар достар.